Достар, қайырлы күн. Біздің кезекті шығарылымымыз қайырымдылық пен еріктілік. Жүректен шыққан ізгілік. Бозгөл дәрігерлік амбулаториясының әлеуметтік қызметкері Қарабек Айзат Бейбітқызы. Нағыз әлеуметтік қызметкер тек маман емес, ол үлкен жүрек иесі. Қарабек Айзат Бейбітқызы әрбір шаңыраққа жақсылық пен үміт сыйлап жүр. Тек денсаулықты ғана тексеріп қоймай, көңілдерге шуақ шашады. Оның еңбегі баға жетпес құндылық. Қайырымдылық жүректен шыққан мейірім мен жанашырлықтың белгісі. Ал еріктілік ешқандай сый күтпей өзгелерге көмек қолын созу. Осы мақсатта ұйымдастырылған қайырымдылық және еріктілік іс-шарасы қоғамдағы мұқтаж жандарға қолдау көрсетуге, жастардың бойындағы адамгершілік қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған. Іс-шара барысында мұқтаж отбасыларға көмек көрсетілді, қарттарға құрмет білдірілді. Бұл игі бастама бірліктің, жанашырлықтың және мейірімділіктің көрінісі.